Сарыағаш ауданының әкімі Мұхит Отаршиевтің жаңа қызметке білек сыбана кіріскеніне бүгін 100 күн. Осыған орай аймақ басшысы болашақ жастар 100 күн атты тақырып аясында сарыағаштық жастармен кездесті. Әкім бол, халқыңа жақын бол деген осы шығар. Тығыз жұмыс кестесіне қарамастан, әкім бүгінгі уақытын жастарға арнады. Кездесу барысында жастар саясатының дамыту бойынша түрлі бағытта ұсыныстар айтылып, тұшымды ойлар білдірілді. Бұл жолғы кездесу әдеттегіден өзгерек. Аудандық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өткен жүздесуде өңір басшысы жастар шығармашылығынан туған көрмені аралап көрді. Жастардың қолөнерлерін тамашалап, шын таланттардың тың жобаларымен танысты. Бүгін Мұхит Баймұхамедұлының лауазымды қызметке орналасқанына 100 күн толып отыр. Айтулы күнде аудан әкімі белсенді жастармен кездесіп, қызметтік белесіндегі атқарған жұмыстарымен бөлісті. Қызметтегі 100 күнге байланысты біршама біз жоспарлар жасағанбыз. Оның ішінде әлеуметтік нысандарға байланысты бірінші кезекте, оның ішінде мектеп, газдандыру, ауыз су, жол сияқты мәселелер, жаңа сапалы электроэнергияға байланысты мәселелер бастап отырмыз. Және де бұл жоспарға сәйкес өзінің мерзімдері белгіленіп, және жауаптылығылар белгіленген. Бүгінгі күнге жүзеге асырылды осы жұмыстар. Және де сонымен қоса аудандағы өзекті проблемалық мәселелердің де тізімін жасап, соны шешу жолдарына байланысты іс-шара жоспарын қабылдап отырмыз. Жастар әрқашанда, менің ойымша, өздері осындай шараларда өте үлкен белсенділік танытады. Және де жастарға да бұндай кездесулер менің ойымша қызықты болды деп ойлаймын. Және біз де осы кездесуді сапалы және жоғары деңгейде ұйымдастыруға тырысқан болатынбыз. Және де менің ойымша алдағы уақытта да осындай кездесулер болып тұрады. Әрі қарай жиын еркін форматта өтіп, әкім жастармен ашық сұхбат алаңын құра білді. Аймақ басшысы өзінің балалық шағы, студенттік күндері, мамандығы туралы сыр шертіп, жастарға ақыл кеңесін айтты. Сөздің басты салмағы жастардың мамандық таңдаудағы қызығушылығына түсті. Белгілі бір кәсіпті таңдау кезінде адам қателеспеу керек дейді. Дұрыс таңдалған мамандық тұлғаның өзіне де, әлеуметке де үлкен пайда келтіреді. Сонымен қоса ісі өнімді, нәтижесі берекелі болмақ деген сөздерін жеткізді. Осындай ойлы сөздермен ғибратта әңгіме өрбіткен Мұхит Баймұхамедұлы жастармен емен жарқын сөйлесіп, ой пікірлеріне де құлақ түрді. Сондай-ақ жүздесу барысында белсенді жастар аудан басшысына ұсыныстарын да жеткізді. Жастар мемлекет жасаған мүмкіндікті қалт жібермей, үнемі ізденісте жүретіндіктерін танытты. Жақында Алматы қаласында халық аренада елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұйымдастыруымен, елбасымыздың бастамасымен ел үміті атты жоба өтті. Жобаның ашылу салтанаты. Онда Қазақстанның белгілі эстрада жұлдыздары және қоғам қайраткерлері қатысты. Сонда біз Түркістан облысының атынан делегат болып қатысып, ел үміті сыйлығын иелендім. Сол жүлдеден кейін біздің ауданымызда неге жастар сарайы салынбасқа деген ой келді. Бүгін сол пікірімді ұсынуға, яғни аудан әкімі Мұхит Отаршиевқа ұсынуға сәті түсті. Жастар сарайын айту себебім, жастар сарайының ішінде барлығы қамтылған, жастардың шығармашылығын дамытуға арналған барлық жобалар да осының ішінде кіреді. Ән саласы болсын, спорт, жайдарман клубы, барлығы осының ішінде қамтылады. Сарыағаш қаласында еркін форматта әкімнің кездесуі болды. Біз бұл жерде көптеген өзімізге мәліметтер алдық. Әкімнің ол жерде бізге пайдасы көп тиді, себебі ол өзінің жеткен жетістіктерін айтты. Біз сол жеткен жетістіктермен бізде өзімізге көптеген үлгі аламыз деген ойдамын. Бүгінгі жиын жас буынның көкейдегі сауалдарына жауап алған шынайы сұхбат алаңына айналды десек артық айтқандық емес. Бұл әрі халық қалаулылары мен жастардың қарым-қатынасын нығайтуға, әрі ел ағаларының адами қасиеттерін танып бағалауға жақсы мүмкіндік болады. Майран Нұрмахан, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.